Саламатсыздарбы, білім алушылар. Бүгінгі сабағымызға өте жақсы көңіл күймен қатысуларыңызды сұраймын. Құрметті студенттер, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын деп алайық. Барлығымыз түгелміз ғой, иә? Студенттер, өткен сабағымызда біз Балғабек Қыдырбекұлының Темір жолшы романын қорытындылап толықтай мазмұнымен танысқан болатынбыз. Соған байланысты үйге бірнеше сұрақтарды беріп жіберген. Сол сұрақтар төңірегінде қазір бірлесіп жауап беретін боламыз. Тыңдаушылар, үй тапсырмасынан өте жақсы деңгейде дайындалып келіпсіңдер. Енді жаңа тақырыпты бастамас бұрын қазір тақтаға шығып, экранды басу арқылы бірнеше топқа бөлінетін боламыз. Студенттер, экраннан не көріп тұрсыздар? Бұлар нелердің суреттері деп ойлайсыздар? Бұл біздің отандық өнімдердің этикеттері. Дұрыс, өте дұрыс айтасыз. Студенттер, сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлау мақсатында бір-бірімізге жақсы лебіздерімізді білдірейік. Олай болса, мына алдарыңызда біздің ұлттық құндылық негізінде жасақталған әр киіз үйдің ішінде отандық өнімдер бар. Оны қазір ашып қарап танысатын боламыз. Мынаған бүгін аша ғой. Өте жақсы бұл. Бұл бізде құрт. Дұрыс. Құртқа байланысты снесіңдер? Ақ. Түсі ақ. Өте дұрыс. Түсі ақ. Дәмі ашы. Көлемі? Көлемі оралады. Дөңгелек. Өте дұрыс. Біз мұна киіз үйдің әр ұяшығын ашу арқылы отандық өнімдеріміздің бірнеше түрімен таныстық. Алдағы уақытта да осы отандық өнімді тұтынуға кеңес беремін сіздерге. Біздің сабағымыздың тақырыбы отандық өнімдер сұраныста деп аталады. Сонымен бірге тілдік бағдар ретіндегі теориялық тақырып бұл пікірталас және оның түрлері. Бүгінгі тақырыбымыз бойынша нақты дәптерге түсіріп алатын ережеміз бар. Бүгінгі күнді жазыңыздар. Қарашаның 25. Алдарыңыздағы сурет Қазақстан картасы. Дұрыс, өте дұрыс. Бұл Қазақстан картасы. Студенттер, мен сіздерге видео ұсынғалы отырмын. Бұл видеода атырауда өндірілетін өнімдер туралы қазір танысатын боламыз. Макарон цеха өндірістік қуатына жетті. Студенттер, мына жерде біздің отандық өнімнің сыртқы этикеті болады. Сол сыртқы этикет қорапшасында қандай сөздер жазылуы керек, қандай терминдер болуы керек, соларға нақты сипаттама берілген. Әрқайсысын қазір дәптерімізге жазып түсіріп алып, осы терминдерінің аудармасын табатын боламыз. Мына жерде экраннан көріп тұрғандарыңыздай, отандық өнімді аламын, немесе алмаймын. Екінші бетінде шетелдік өнімді аламын, алмаймын. Осы негізде өздеріңіздің пікірлеріңізді мына А4 форматындағы қағазға жазатын боласыздар. Үйге тапсырма ретінде пікірталас және оның түрлеріне қатысты үйден мәлімет жинақтап келесіздер.